Төртінші есеп, екі таңбалы санның азайтындысы 10-ға тең болатын қанша жұп бар? Яғни бізде екі санды бір-бірінен азайтамыз, екі таңбалы санды. Нәтижесінде 10 шығады. Сондай сандар нешеу? Ең бірінші жұбымыз ол 20 азайтылған 10. Тең болады 10. Яғни ең кіші санымыз біз 20-дан аламыз. 20-дан 10 азайтсақ 10 шығады. Ал 20 емес біз 19 алсақ, бірақ уже 10 шығу үшін сізге 9 азайту керек. Ал 9 бізде бір таңбалы сан болады. Екеуі де екі таңбалы сан болады. Ең кіші санымыз осы 20 мен 10 деген жұптар. Келесі сан ол 21 азайтылған 11. Сен болады 10. Келесі сан ол 22 азайтылған 12. Сен 10. Көріп тұрсыздар ма? Сандар бір санға өсіп жатыр. Азайтқыш та, азайтқыш та, бірақ нәтиже өзгермей тұр. Бәрі де 10. Және ең үлкен санымыз бізде ол 99 азайтылған 89. Бұл жерде де 10 болады. Ал сіз ары қарай 100 алсаң, ол 3 таңба болып кетеді. Мына 90 жазғанмен нәтижесі 10 шықса, бірақ шарт орындалмай отыр. Яғни барлығы бізде екі таңбалы сандар болады. Сонда ең үлкен санымыз бізде 99 азайтылған, ең кіші санымыз 20. Яғни бірден бастап санасақ 20-дан басталып тұр. Сонда бұл жерде қанша сан сыймай қалып тұр? 19 сан сыймай қалып тұр. Бірден 19-ға дейінгі сан сыймай қалып тұр. Сондықтан 99-дан азайтсақ 19-ды бізде бұл жердегі тұрған жұптың саны шығады. 99 азайтылған 19 болады 80. Сонда бізде осындай 80 жұп бар екен. Бұл бізде Б жауабында көрсетілген. Алғашқы жұбымыз ол 20 мен 10 деген сан. Соңғы жұбымыз, яғни 80-ші жұбымыз ол 99 мен 89 деген сандар. Мен сізге түсіндіре алып деген ойдамын. Түсінсеңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, және бұл есепті өзіңіздің достарыңызға жіберіп қойыңыз. Мен сізге жаңа ғана 4 математикалық есепті талдап бердім. Сізге қосымша бонус болсын, 2 сандық сипаттаманы қарсы алыңыз. 5-ші есебіміз А бағанды 6 факториал, Б бағанды 3 факториалдың факториалы нешеге тең? Осыны салыстырып өтеміз. Қараңыз, факториал деген не ол? Яғни 2 факториал десе ол, осы 2-ге дейінгі сандар көбейтісі. 1 көбейту 2 деген сөз. 1 көбейту 2 болады. 3 факториал деген не ол? 1 көбейту 2 көбейту 3 деген сөз. 1-ді 2-ге тең 2, 2-ні 3-ге тең 6-ға тең. Яғни мына 3 факториал деген сөз орнына мен 6-ны жазсам болады. 6-ны жазып қоямын, жақшадан шығады. Сосын мына факториал белгісі тап қояды. Мына жақта А бағанды 6 факториал, Б бағанды да 6 факториал. Екеуінде бірдей болып тұрғандықтан біз сыны белгілейміз. 6 факториалды ерінбей тапсаңыз болады. Бірден 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі ол 720. Бірақ дәл сандық сипаттаманың үстіне оны табудың қажеті жоқ. Сізге уақытты үнемдеу керек. Міне 6 факториал шықты, міне 6 факториал шықты, 2-де тең. Енді бұл қазір тапсырып отырған балаларға, қазір алып оқитын балаларға пайдасыз болуы мүмкін. Себебі өтіп кеттік қой тақырыптан деп. Алайда сіз факториалды мүлдем білмеген болсаңыз, дәл қазір үйрене алсаңыз, ол сізге биылда да пайдасын тигізеді. Ал егер сіз 5-ші класстың баласы болсаңыз, онда бұл әрине сізге сөзсіз үлкен көмегі тигізеді. Кеттік келесі. 6-шы степ. 6-ның 6 дәрежесі қосылған 6, 5-тің 7 дәрежесі қосылған 5. Осы өрнектің соңғы цифрын табу қажет. Енді қараңызшы. 6-ны 6-ға көбейтсек 36. 36-ны 6-ға көбейтсек 216. Жалпы 6-ның сонда ережесі бар. 6-ны өз-өзінде қанша рет көбейтсеңіз де соңғы цифры 6-мен аяқталады. Яғни мына 6-ның 6 дәрежесінің соңғы цифры 6-мен аяқталады. Оған мына 6-ны қоссақ 12 болады. Сонда бұл есепте соңғы цифры немен аяқталады екен? 2 деген цифрмен аяқталады екен. 2-ні салыстырамыз. Енді Б бағанды көрейік. Қараңызшы, 5-ті 5-ке көбейтсек 25 болады. 25-ті 5-ке көбейтсек 125 болады. 125-ті 5-ке көбейтсек 625 болады. Бұл жерде де солай. 5-ті өз-өзіне қанша рет көбейтсеңіз де соңғы цифр 5-пен аяқталады. Сонда 5-тің 7 дәрежесінің соңғы цифры 5-пен аяқталады. Оған қосамыз 5-ті, сонда 10 болады. Яғни соңғы цифр 0-мен аяқталады. А бағаны 2-мен аяқталады, Б бағаны 0-мен аяқталады. Сонда қай баған үлкенірек? А бағаны. Сәйкесінше бұл есептің жауабы А болады. Құрметті оқушым, сізге бұл видео өте пайдалы болды деген сенімдемін. Сіз егер биылға дайындалып жатсаңыз, сізге сәттілік тілеймін. Сонымен қатар бізде КТЛ интенсив деген курс бар. Ішінде 6 нұсқа қарастырылған.
биылдың өзі ұсынған нұсқалар, міне осы нұсқаларға ұқсас келеді, осыған дайындалып келіңіз деп жылда балаларға береді сондай нұсқа. Біз соған талдап бердік. Бұл жерде жалпы 270 есеп қарастырылған, өте мықты есептер. Бір есепке ұқсамайды. Ішінде математикасы да бар, логикасы да бар, 5-ші, 6-ші класс, 7-ші класстың бас жақтары да бар. Бұл есептерді алып, шығарып, бірнеше қайтара қарасаңыз, сізге сөзсіз пайдасы тиеді. Бағасы 12 000 теңге. Сонымен қатар бірнеше марафондар бар, бақылау жұмыстары бар, қабылдау емтихан тесттері бар. Төмендегі номерге жазыңыз, біз сізге толығырақ ақпарат береміз. КТЛ интенсив курсын сатып алып, соны оқу арқылы бізде 1000-нан аса бала Қазақстанның түкпір-түкпірінен КТЛ-ға түскен болады. Егер сізде түскіңіз келсе, ертеңге қалдырмай, бүгіннен бастап сатып алыңыз. Біз сол курстың өте пайдалы болғаны соншалықты, мен оның қазір екінші бөлімін түсіріп жатырмын. Ол жерде де 6 нұсқа болады. Сіз КТЛ интенсив бірді сатып алып, оны меңгеріп, жаттап алып, ішіне бар есепті үйреніп алғанша, ол курсымызда дайын болып қалады. Нешта жоғары пай жинап, нешқа сөзге тілектеспін, нешта қиналып қалып, азап қалып, басқаша бір күтпеген оқиғалар оқып қалмаса, уайымдамаңыз. Неше ол өмірдің соңы емес. Әлі болашақта көптеген конкурстар бар, жарыстар бар. Сондықтан биылға дайындықты қарқынды бастап жүрміз. Неше емтиханның жауабын күтуге әлі 40 күн бар. 40 күн бойы күтіп, оны отыра бергенше жаңа есептерді бірге үйренеміз.